пештеге қайнап жатқан етіміз де пісіп қалды. Мінекей көріп отырсыздар. Қазысы бар. Одан кейін тағы да не бар? Нәуіржіліктің еті, жамбастың сынығы, тағы сонымен жаңағы жауырыннан кішкене ет бар. Міне осымен бір табақ ет даяр болды. Осы ет пісіп тұр. Міне жаңа несімен алдық. Жұп-жұмсақ болып пісті. Ал енді мынау даярланған сорпасы. Сорпа да дайын. Осы сорпасы өте майлы. Жаңағы қазының, еттің, сүйектің майының бәрі бетіне түсті. Мен жаңа біраз майды қалқып алдым. Енді мынау қазір былай қарайтын болсақ, қол жауда не қылмай қалды. Осындай сорпа. Енді осыған біз қазір ингредиенттерді уже пісіріп дайындап қойғанбыз. Сол піскен ингредиенттерді қосып, үлкен қазанға құямыз. Өйткені мына сорпа жаңа сүзіп дайындап қойған сорпа. Сондықтан біз егерде бұған салатын болсақ, жаңағы жармаларымыз бұл жерде мына қазаннан асып кетеді. Оның үстіне еті бар деген сияқты үлкен неге кастрөлге, 20 литрлік кастрөлге араластырамыз. Құрметті көрермендер, Наурыз мерекесіне арнап наурыз көже жасап жатырмыз. Наурыз көжеге қосылатын қоспалар, жармалар, бұл мынау күрішіміз қосылып жатыр, фасоль қосылып жатыр, бұршақ, және сонымен бірге перловканы жаңа пісірдік. Сосын чечевица, маш қосылып жатыр. Мінекей, осыларды жеке-жеке пісіріп, наурыз көжеге қосқалы жатырмыз. Перловканы пісіріп қойдық. Мына жерде ортадағы тұрған айран. Енді біз жаңағы сонымен қатар бұл наурыз көжеге әрине сүйекті еттің, қазы, майлы еттің сорпасы керек. Және сонымен бірге оған жаңағы пісірілген еттер қоса туралады. Міне осы 6 біздің бүгінгі наурыз көжеміздің құрамында болады. Мінекей. Бұларды жеке-жеке пісіретін себебіміз, өйткені әр қайсының пісірген кезде, мысалы, түстері өзгеріп кетеді сорпаның. Мысалы, мынау фасольді пісірген кезде сорпа қара қошқылданып кетуі мүмкін. Маштан да краска шығады, ол да қоңыр түсті болып кетеді. Міне осылардың барлығы біздің наурыз көженің жаңағы түсін өзгертіп жібереді, сорпаның түсін. Сондықтан біз бұны жаңағы жеке-жеке пісіреміз. Ол біріншіден. Екіншіден жеке-жеке пісіруіміздің тағы бір себебі, бұл жердегі жаңағы жармақтардың пісу уақыты әртүрлі. Егерде біз оның барлығын бірге сорпаға салып пісіретін болсақ, онда біреуі піскенше келесісі езіліп кетеді. Ұзақ пісетіндер бар арасында. Сондықтан бұларды жеке-жеке пісіріп алып, сосын кейін қазандағы сорпаға салғаннан кейін бір жарты сағаттай бір ғана не қылып аламыз, қайнатып аламыз. Қазір дәмін татып көрейік. Жаңағы пісірілген еттерді турады, қазысын, етін барлығын турап, міне наурыз көжеміз дайын болып тұр. Айранын да қостық үстіне. Енді дәмін көрейік, кәнекей. Мына ішіндегі бүкіл мінекей әртүрлі дәндер әдемі түстерін беріп тұр. Бұршақ, одан кейін күріш, перловка, фасоль, жасыл маш, міне барлығы осы наурыз көженің ішінен табылады. Және сонымен бірге чечевица да бар. Ал дәмін татып көрейік көженің. Сорпаның дәмі өте керемет. Тамаша, қазының да дәмі сорпаға өте керемет шыққан екен. Тамаша. Өте дәмді. Енді осындай жыл сайын осы дәстүр бойынша наурыз көжені жасап тұрамын. Оның себебі жаңағы кейінгі жастар ұмытпаса екен деген мақсатта, осы халқымыздың игі дәстүрін ары қарай жалғастырса деген үмітпен жаңағы осы наурыз көжені жылда жасап тұрамыз.
сол енді наурызымыз құтты болсын, барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызға жақсылық пен молшылық келе берсін. Наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын.